Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай әрі дәмді торт пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізген ұнымызға салқын сары майымызды үккіштен өткізіп саламыз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін крошки жасаймыз. Сосын қантымызды салып, барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін құрғақ табамызға массамызды салып, газге қойып, қызартып, пісіріп аламыз. Массамызды жиі араластырып тұрамыз, әйтпесе оның асты күйіп, үсті піспей қалады. Қоңыр болғанша осылай араластырып пісіріп аламыз. Сосын кремімізді дайындаймыз. Басқа бір ыдысқа жұмыртқамызды, қантымызды, жүгері крахмалын салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін сүтімізді құйып, газге қойып, қоюланғанша араластырып тұрамыз. Араластыруды ұмытып кетпеңіздер, міндетті түрде араластырыңыздар, әйтпесе түйін болып қалады. Заварной кремнің орнына басқа да крем түрлерін қолдансаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Креміміз осылай қоюланғаннан кейін сары майымызды салып, тағы да араластырып жібереміз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Бір тарелкаға немесе басқа ыдысымызға формамызды қоямыз. Форманың диаметрі менде 18 сантиметр. Ішінен ацетатный пленка төседім. Егер сіздерде бұл пленка болмаса, пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Бұл жаңағы тортымыздың шашылмай, жақсы жиналу үшін қажет. Бірінші қабатына ұнтағымызды біркелкі қылып жайып шығып, үстіне кремімізді аз-аздан құя отырып, оны да жайып шығамыз. Кремді бірден құйып жібермеңіздер, әйтпесе жаңағы ұнтағымыз жан-жағына жиналып қалады. Осылай 4 қабат жасап шығамыз. Жасап болғаннан кейін тортымызды тоңазытқышқа 1 түнге немесе 3-4 сағатқа қалдырамыз. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалады. Жесеңіздер дәмі ауызда ериді. Барлықтарыңызға ас болсын.